Арма қазағым, көптеген адамдар мынандай мақаланы естіді: өзбек байыса үй салады, қазақ байыса қатын алады деген сияқты. Және қазіргі заманда бұны естіген адам көбінесе былайына түсінеді: өзбекті ақылды, бір нелерге табысты болуға тырысатын халық деп түсінеді, ал қазақты болса, қазақ ер азаматтарды нәпсі құмар деген сияқты мағынада түсінетін мақала қылып жіберген. Ал негізінде бұл мақалаға шынымен ойланып көрсек, осы мақаланың негізгі мағынасы не туралы десек, деколонизация смыслы, иә? Сонымен өзбек материалды өмірге, дүние мүлік жинауға жақын болады деген бұл жерде түсінік бар. Ал қазақ болса, байыса, ол қатын алады деген. Қатын деген ол не болады? Қазақтың түсінігінде. Қатын деген қазақтың түсінігінде ол құт болған. Құт болса, қатын болса, сенің ұрпағың болады, ұрпағың жалғасады деген, ұрпағың көп болады. Сонымен қоса қазақтың мынандай мақаласы бар: адам ұрпағымен мың жасайды деген. Оның қазақтың бала туралы айтылған сөздерінің барлығы осымен үлеседі. Сонда мына мақала жаңағы өзбек байыса үй салады, қазақ байыса қатын алады деген, ол негізінде қазақтың адамгершілігін және ол материалдық нәрсеге ұмытылмайтын екенін көрсеткен. Яғни материалдық нәрсе маңызды емес, ұрпақ жалғастыру маңызды екенін, ұрпақ көп болғаны, жан жағыңда адамың, туған туысың көп болғаны дұрыс екенін, соны қолдаған бұл жерде мақала болады. Аман бол, қазағым.